Сәлеметсіз бе оқушылар? Кезекті сабағымызды бүгін бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құмалақ жинау әдістерінің жалғасы. Олай болса тақтаға келейік. Осының алдында мен үйреттім. 5-тен 2 құмалақ алу. Содан кейін барып 8-ден 4 құмалақ алу. Бүгінгі әдістің түрі 10 құмалақтан 6 құмалақ жинап алу. Бірінші, 7-ші құмалақта 7-ші отауда 5 құмалақ, 8-ші отауда 3 құмалақ, 9-ші отауда 2 құмалақ. Қандай әдіспен біз 10 құмалақтан 6 құмалақ ұтып аламыз? Бірінші, мақсат қандай? Мынау 7-ші отаумен 7-ші отаудағы 5 құмалақпен 2-ші отауды ұстап отыру. Бірінші жүреміз 9-да 1. Егер қашатын болса біз жеп аламыз 7-ші отаумен. 2 құмалағымыз бар біздің. Ары қарай ол тағы да қашатын болса, біз 8-де 2 отаумен тағы да жеп аламыз. Міне 4 құмалақ. 1-де 2 қашатын болса, тағы да 2-ін жеп аламыз. Сонымен біз 10 құмалақтан 6 құмалақ ұтып алдық. Келесі түрі. Бұл жерде енді жаңа біз бірінші көрсеттік, қарсылас қашып отырады. Келесі әдісте қарсылас қашпайтын түрі. 9-да 1 жүреміз, 2-ні ұстап тұрамыз. Қарсылас жүрмеді дейік. Жүрмеген кезде біз 9-да 1 есемен 2 құмалақ ұтып аламыз. Ары қарай 7-ші отаумен 2-ші отауды ұстап тұрамыз тағы да. Жүреміз 8-де 1. Жүреміз 8-де 1. Қашпаған жағдайда, жаңа қашып отырғанда біз бірінші әдісінде көрсеттік, қашып отырғанда қалай жинау керек. Келесі әдісте ол қашпайды. Тағы да жеп аламыз. 9-да 1, 4 құмалағымыз бар. Ары қарай 8-де 9 ары құмалағымыз ары қарай жүреміз. Сосын барып қарсылас жағына 9-да 1. Бұл жерде қарсылас тағы да жүргісі келмей тұр. Сондықтан біз 7-де 2 жүріп, бірінші отауды байлап қоямыз. Ол бұл жерден мәжбүрлі түрде қашады. Тұздық бермеу үшін қашады. Или болмаса қашпаса, біз 8-де 9 жүрсін жасап боламыз оны. Ол әрине қашады, 4 құмалақ бермейді. Жерде 2 құмалақ қалған, біз 2 құмалақ 9-да 1 есемен ұтып аламыз. Міне мен бүгін біз 10 құмалақтан мәжбүрлі түрде 10 құмалақтан қалай 6 құмалақ жинайтын көрдік. Енді естеріңе тағы да саламын. 7-ші отауда 5 құмалақ, 8-ші отауда 3 құмалақ, 9-ші отауда 2 құмалақ. Міне балалар, бүгін біз құмалақ жинау әдістерін ары қарай жалғасын үйрендік, қайталадық. Осыны үйге тапсырма, үйде қайталаймыз. 2 әдісін. Келесі сабақта мен тексеремін. Бүгінгі сабақтарымыз аяқталды. Сау болыңдар.